қызықтырып отырған сұрақ қояйықшы. Тұраева Насиба сіз бойынша 2022 жылы ашылған ИП-да қазір енді өзінің еркінсіз, енді өзінің қабылдауынсыз азаматтардың жұмыс істегенін анықтаған ғой. Сол бойынша айтыңызшы, жалпы бұл қалай болды? Заңсыз алып келген бе сонда? Тіркелген азаматтардың барлығы? Жоқ, бұл жерде ол кісі өзінің электронды ключін өзі сол ключімен келіп тіркеледі, заявка береді, ол одобрение беріледі. Ол қанша бір ИП-лар, мекемелер өздері заявка бергенде біз оның әрқайсысын тексере алмаймыз ғой. Өз электронды түрде жіберіледі. Оның алгоритмі біз тізімдерді вакансия ашып сондай өтініш білдірген мекемелерді біз жинақтап облыстағы еңбек мобильді орталығына жібереміз. Сол жерден бұл мекеме сол тізімге барып одобрение рұқсат алған. Кейін олар біздің қызметкерлеріміздің қатысусыз өздері еңбек KZ платформасында өздері келісімшарт жасайды. Жаңағы жұмыс істеймін деген азаматшалар жұмысы тіркеледі дағы, жаңағы кіммен ИП-мен келісімшартқа тұрып сол жерге жұмысқа кіреді. Электронды түрде болады. Енді жаңағы жағдай туралы мен ақпаратым келді, дереу біз оған тығыз шаралар қолдандық, біз мониторинг жұмыстарын жүргіздік. Жаңағы ИП-ның істеп жатқан жерін бар тексердік. Тексергенде жаңағы кімдер жұмысшылар 4 жұмысшы жұмыс істеп жатырмыз деп айтты, ол істеп жатырмыз деді. Бірақ жаңағы ИП-ның егесі өзі электронды ключін басқа азаматтарға берген көрінді бізге. Сөйтіп, соның нәтижесінде біз жаңағы адамдарға хабарлама беріп, ол ИП-дағы басшысына, Насиба дегенге біз арыз жазып, істеп жатқан адамдарды ол білмейді деп, сөйтіп ол адамдарды қазір күнге жұмыстан шығарып жібердік. Ал ар жағын ол өздері жаңағы кісі ИП-ның 2 айдан істеген болу керек, мен анығын білмеймін, базамен көру керек. Сөйтіп, бұны уақытылы мониторинг жұмысында осы көрініп, білініп, анықталғаннан кейін бұл жаңағы бұндай нәрсеге жол берілмейді. Жұмыспен қамту белсенді шаралар дейді. Бұл жерде жұмысқа қатысушы азаматтарға тағы бір нәрсе, екінші жерден міндетті зейнетақы қорына ақша қаражат түссе, бұл міндетті түрде жаңағы жұмыспен қамтушы адамнан шығарылады. Өз тәртібі сондай. Себебі мемлекеттен субсидиялық жұмыс алып тұрып, екінші жерден ол басқа жерден жұмыс істеп, тағы да табыс қылып, мына жерде мекеме тіркелу болуы мүмкін деп, сөйтіп осындай жұмыстар жүргізіп жатыр. Бұны қалай анықтадыңыздар? Ал бұны анықтағанда мониторинг жұмысында анықталды, және де жаңағы ИП-ның егесі келіп шағымдаған екен, біз жобасын сондай қолға алдық. Осындай анықталғандар бар ма? Мысалы, шағымданған екен анықтадық дедіңіздер ғой. Ондай шағымданбай жүре берген ИП-лар бар ғой енді. Мысалы, біз оны білмей білді де, кейін сізге келді. Біз оны әрине тапсырмаларымыз бар. Еңбек мобильді орталығынан біз тексереміз. Және де жұмыс орында жоқ болса, жаңағы жұмысшылар, біз оларды активировать етеміз, 2 рет активировать етеміз, кейін хабарлама беріп, осындай жұмыстан шығарамыз. Енді менің айтарым, мына кәсіпкерлерге, ИП-ның егелеріне осындай жағдайға түспеу үшін электронды қолтаңбаға еге болу керек, өзге адамдарға беруге болмайды. Енді ол кісілер айтады да, ол кісілер осы орталыққа келген деген. ИП-лардың бағыттары, электронды подпистерін, жаңағы цифровой ключтерін ешкімге берген жоқ, тек осы орталық арқылы ол қалай? Мысалы, мен білмеймін, өзі білмейді. Электронный деген, мысалы қараңыз, ол көшірмейді өзіңіз. Былай айтқан кезде электронды келеді, қарайды, сразу көшірден жасап береді. Мына кісі білмесе, сіздің қызметкерлеріңіз білмесе, бұл қалай болады сонда? Ол электронды цифровой қолтаңбаны біреу қолданған. Ол қолданған, мүмкін сол ИП-ның егесінен өзі қолданған шығар. Өзі қолданбай, ол қалай біреуге сенімді адамына берген. Ол сол ғана тапсырып отырған ба? Иә. Әр ай сайын. Табель. Электронды түрде сіздерге келіп отырды оның бар да? Иә. Біз оны жауап бермейміз оған. Біз дайын табельді алып, облыстағы басқармаға өтсеміз. Біз оған
әр кәсіпкерде қанша жұмысшы бар, не бар, оны білмейміз. Біз тек мониторинг жұмысында осы өзіміздің графигіміз бар, сонымен тексеріп көріп тұрамыз. Шағымданғаннан кейін барып анықтап келдіңіздер ғой, сонда шағымданмаса Тексеріп тұрмыз дедім ба мен? жоқ, шағымданғаннан кейін сіз барып зерделеу жұмысын. Иә. Біз жұмыс орнын барып тексердік, жаңа адамдармен біз азаматтар бар ғой жаңа істеп жатқан. Соларға звондадық, сұрадық, істеп жатсыздар ма? Иә, істеп жатырмыз деді. Сол мәселе да бұл. Біз бұл жерде ИП-нікі емес, жалпы мына халық бар ғой, істеп жатқан азаматшылар. Біз солар телефонмен мониторинг қоймыз. Телефонмен звондаймыз. Мысалы үшін сіз қай жерде істеп жатсыз, қандай бағдарламада істеп жатсыз, білесіз ба деп. Ол өзі қайсы мекемеде істеп жатқанын, қай жерде істеп жатқанын, қасында қандай әріптестермен істеп жатқанын жауап берсе, біз соған қанағат қыламыз. Жаңағындай. Ал оны ИП-нің басшыларының барлығы ол өзінің электронды ключімен келіп тіркеліп істеп жатыр ғой. Біз бірнеше мекеме бар, оның бәрін қалай Адамдар айта беруі мүмкін ғой, иә, ақша түсіп жатса, өзі айта алады жүрсе, мысалы, мен де айта беремін, иә, істеп жатырмын. Сіз соның негізінде ол өте көп адамдар осындаймен қазір шығып, бізде дәл қазір 930 адам жоспар болса, біз мына не бойынша қоғамдық жұмыспен биылдыққа біз 1038 адам жібергенбіз. Ал осының ішінде дәл қазіргі күні базам істемей тұр. 800 адам ғана қазір нақты қазір істеп отыр да. 800-дің сәл үстінде. Ол адамдарынан 1038-ден оның барлығы өзінен өзі шықпайды, өкіметтен ақша келеді. Біз осыны тыңдаңыз. Біз осыны мониторинг жұмысында тексеріп, ол азаматшылар жұмысынан шығарған жайымыз бар. Оған дейін анықталмады бұндай жағдайлар? Қандай жағдайлар? Мониторинг жүргізіп отырамыз дедіңіз ғой? Иә. Оған енді мүлде анықталған жоқ. Анықталады. Неше? Мен білемін ғой оның өз тиісті шараларын жүргізіп жатырмыз. Жоқ, біз білсек неше ИП-да болса, жыл басынан бері мысалы айтсақ, бір жылды ғана алыңыздар. Ол жеке біз ИП-ларды өйтіп айтпаймыз ғой, біз адамдарды айтып жатырмыз да. Просто санын айтсаңыз болды. Мен санын айта алмаймын. 1038 адам қоғамдық жұмысқа жолданған. Қазіргі күні бір 838 адам жұмыс істеп жатыр. 200 адам бұл қазір қысқарып кетті ғой. Бәрі шығып кетті деп айта алмаймыз ғой. Оның ішінде өмірден озғаны бар. Оның ішінде тұрақты жұмысқа кіріп кеткені бар. Оның ішінде мониторингтен шыққандары бар. Оның ішінде тыңдаңыз, екінші жерден бұларға ОПВ түскені бар. Жалпы 200 адамда бұл. Екенін түсіндік бағыттары, бірақ енді оны нақты мен сізге тура мынанша ИП-дан мынанша адам анықталып шықты деп мен қазір айта алмаймын, мұны есептеп оны айту керек. Биылғы жылы осы қоғамдықпен қанша азаматты жұмыспен қамтыдыңыздар, жастар практикасы бар, қанша жаңағы грант, қанша үміткер болды? Ауданның еңбек нарығын дамытудың 24-29 жылдарға арналған тұжырымдамасы бойынша 24 жылдың 1 қазанға дейін 3830 адам жұмыспен қамту шараларына көрсетілген. Оның 1456 деректер қорында бос жұмыс орындарына, 449 әлеуметтік жұмыс орындарына, 284 жастар практикасына, 1038 қоғамдық жұмыс орындарына, 128 алғашқы жұмыс орнына, 177-сі күміс жас жобасы бойынша жұмысқа жолданған. 405 адам бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негізінде оқыған, 229-ы еңбек KZ платформасының сұранысқа ие дағдылар сәйкес онлайн оқуға жолданған. 131-і жаңа бизнес идеяларды іске асыруға мемлекеттік грант алған. Қамтылғандардың ішінде 545 адам аз қамтылған отбасы мүшелері. Жалпы ұлттық жоба шеңберінде 1985 әйел жұмыспен қамту шараларына тартылған болса, оның ішінде 50-ден жасқан асқандары 322 әйел құрайды. Еңбек нарығын дамытудың тұжырымдамасы шеңберінде жұмыспен қамту шараларына қатысқан жастар саны 1932 адамды құрап отыр. Ауданымыздағы мүмкіндігі шектеулі жұмысқа жарамды 162 адамға әлеуметтік қолдау көрсетілді. Оның ішінде 37 деректер қорында бос жұмыс орындарына, 45 қоғамдық жұмыс орындарына, 9 әлеуметтік жұмыс орындарына, 8 жастар практикасына, 1 алғашқы жұмыс орнына, 6 күміс жас жобасы бойынша жұмысқа, ал 37-сі бизнес бастау жобасы шеңберінде кәсіпкерлік негізінде оқуға жолданған. 19-ы 37-ның ішінде мемлекеттік грантқа ие болды.
9 айдың қорытындысы бойынша 229 адам еңбек кезет платформасына сұранысқа ие дағдылар сәйкес онлайн оқуға электронды өтініштерін тіркеп онлайн режимінде оқу курстарына жолданды. Әлеуметтік жұмыс орны жоспар бойынша 400 адам, нақты 70 жұмыс беруші келісімшарт жасалып, 449 адам келісімшартқа сәйкес бекітілген жұмыс уақыты мерзімі бойынша әлеуметтік жұмыс орындарына жолданды. Жастар практикасы бойынша 620 адам жоспар бар. Бекітілген жоспарға бойынша 240 жұмыс беруші мекемелермен келісімшарт түзіліп, 284 адам 12 ай мерзімге жастар практикасына жолданды. Бүгінгі күнге 402 адам жастар практикасына жолданды.